Қазір жалпы қазақтың бәрі танымал ғой. Қазақ елі қазір әлемге танымал өйткені. Біз керемет елде өмір сүріп жатыр екенбіз. Алтынның қолда барда қадір жоқ дейді қазақ. Біз мына елдің ішінде тұрып жатырғанда байқамайды екенбіз. Сыртқа қарай шықсақ, бірден ауылға қайтқымыз келіп тұрады. Елімізге қайтқымыз келеді. Өйткені біздің осында ел бар. Мысалы мен кей кезде мына Ресейге шақырады бір «Добрый вечер, Казахстан» немесе тағы бағдарламаларға, баяғыда қазақтың арманы Мәскеуді көру арман тұғын. Қазір сол москвалықтардың арманы Астананы көру. Өйткені біз осында елде тұрып жатырмыз. Ана сол Москваға қазір барсаңыздар, адамдарында мынандай жүздерінде күлкі жоқ, уайым көп па, қайғы көп па, как будто соларды мен тастап кеткен секілді сол жаққа. Шынымен сөйтіп қарайды ғой, бәрі бүйтіп ала көздерімен қарайды. Бір алып кеткің келіп тұрады, жаның ашиды. Көшедегі түрлерін көрсеңіздер, мен сіздерге көрсетейінші, бір адамдар емес, бір роботтар жүрген секілді бар ғой. Бір-біріне қарамайды ғой. Міне бұлай жүреді көшеде. Көшеде біреуінен жол сұрап қалсаң, білмеймін неге қорқатындарым бар ғой. Қорқат бір-бірімен сөйлесуге. Көшеден біреуінен жол сұрап қалсаң бүйтеді. Шұлырып кетеді ғой кәдімгі. Біреудің подъезіне кіріп алып демалып тұрады әжер. Біз қазақ қандай керемет халықпыз деймді. Біз қандай керемет елде тұрып жатырмыз. Біз көшеде қазақтар біреуден жол сұрап қалсаң, ол бара жатырған жағын тастап, сенмен бұрылып, әңгіме айтып, қай жердікі боласың, руың кім болады? О, нағашым болдың ғой деп кәдімгі. Бір қарасаң, сол үйде ет жеп отырасың өзі. Бір жұмадан кейін сол үйде той болса, складын басқарып жүресің өзі. Бір айдан кейін бір той болса, әне қарындасы болып тосайып тұрасың. Біз осындай елімізді, біз осындай халық екенбіз, керемет халықпызды. Солына көбіне Европа, Ресейде адам көп пе әлде, дүкен аз ба білмеймін. Бір дүкендеріне кіріп қалсаң, кезекте аз дегенде 45 адам тұрады. Бізде 2 адам болса, уже очередь болып есептеледі. Оларда 45 адам. 45 адамның артына очередьқа тұрдым бір рет жаңағы. Бірдеңе алайын деп. Кезек қозғалмайды. Не болды мынаған деп. Бүйтіп барып қарасам, бірінші жаңағы зат алып тұрған бір орыстың кемпір тұрып алған, кішкентай бір сыр сатып алған, сиыр деген бар ғой. Соның құрамасын қарап, мынаны мен алсам 10 күн сақтай алам ба деп тұрды. Анаған қарап бар ғой кәдімгі бүйтіп. Біз қандай керемет халықпыз деймді. Біз алған нәрсені сол күн жеп қоямыз ғой біз. Оны сақтап 10 күн. Тем более кішкентай сырды. Біз керек десең кәдімгі сиыр жеп қоямыз бір күнде тіпті. Сосын ананың составын қарап тұрды. Я не отравлюсь деп кәдімгі тұрды. Біз қандай керемет халықпыз деймін. Біз алған нәрсе, дүкеннен алған заттан отравить етіп қалсақ та, біз дүкеннен көрмейміз. Біз өзімізден көреміз ғой. Біреу ауырып жатса айтатын, өлгенше жебедіңген жатсын қарашы енді дейді. Оны апарып біз у-шу шығару деген жоқ қой бізде. Алмау керек еді дей саламызды. Біз қандай керемет халықпыз. Ол жақта Европа болсын, мына Ресей болсын, алысқа бармай қайық. Өзіміздің елінде де сол халық жүр ғой. Көршісін сұрасаң, мы их не знаем деп есікті ашпайды. Біз қандай керемет халықпыз деймді. Біз көршісі үйінде жоқ болса, жаңа көршісінен барып сұрайсың. Мына кісілер қайда кетті екен деп, олар бәрін біліп отырады. Таңертең 8-де кетеді, кешкі 6-да келеді, пробка болса 7-де келеді, сәбилер мектепте сағат 3-де шығады, 4-тен жерге барады, иті сағат 4-терде ауа жұтуға шығады, мысығы мынандай киткат жейді, бәрін біліп отырады. Қандай керемет халықпыз деп, үйіне кіріп шай ішіп отырасың бір қарасаң. Біз қазақтар керемет халқымыз, жаңа Европа жақта, Ресейде, ана жол бар емес пе, пешеходный дорогада адам өтетін, олар жүгіріп атады. Қытайда машина тұрады, солардың арасынан өтіп атады. Біз керемет елде тұрып жатыр екенбіз ғой. Біз ана не керек, пешеходный сызықтар бар емес пе? Біз ешқайсысын ренжітпейміз. Бәрін басып, кәдімгі, сызықтың бәрін басып, асықпай, кәдімгі. Жолдың ортасына қарап тұратындар бар, тұрып алып бейті ортасына тұрып. Шоферға қарап қояды, мынау кім деген секілді бейті. О, шофер не керек десе оған жаңа. Кетіп баратырып, маг ойнап кететіндер бар жаңа приколста бейті. Есіне түсіп кетеді ау дейм, мен қайда кетіп баратын деп бұрылып алып кері жүретіндер бар жаңа. Қандай спокойный ел ғой, керемет елде тұрып жатырмыз да біз. Өйткені бізге ешкім айтпайды. Ей деп ешкім айтып көріп, айта алмайды бізде өйткені. Бізде пешеходтікі, жолда жүретін машинанікі, әр нәрсенің өзінің орны бар да. Еще соны біздің халық біледі, что ана пешеход өзінікі екен, еще спокойно жүреді кәдімгі.
мына жол саған аз ба, мына жол менікі деп бізгенсек. Біз, мысалы үшін, Ресейдің каналдарынан бір бағдарлама көрсек, айтамыз, қандай күшті солардың концерттері деп. Біздің концерттер ең жақсы екен. Неге дейсіздер? Мен сол жақта бір концерттерге қатысқам, олар әр әнші шыққан сайын режиссер шығып айтады. Сейчас у нас съемка идет дейді. Хлопаем дейді. Өз ана жерге тұрады, шапалақ ұрады, әртіс шығады, халық шапалақ ұрып, «Вау!» деп атады. Анау «Спасибо, спасибо» деп, кәдімгі соған шапалақ ұрып отырған секілді. Көремізді, әнін айтады, халық тып-тыныш тыңдап отырады да, ән айтқасын шапалақ ұрып шығарып салады. Біздер керемет, біз ешкім айтқызбай, өзіміздің сүйікті әншілерімізді біз өзіміз қошеметпен қарсылап аламыз. Сосын ол ән айтып атығанда біз тыңдап отырмаймыз. Біз бір-бірімізбен сөйлесіп отырамыз, бүйтіп кәдім. Сөйлесіп отырамыз. Қараш, ана телевизорден қарағанда үлкен секілді. Өмірде кішкентай екен ғой, кәдімгі үлкен көрінеді, негізі телевизорде бір үлкен секілді. Сосын кетіп батырған кезде шапалақ ұрып шығарып саламыз да. Біз керемет елде тұрып жатырмыз. Неге? Өйткені Европа елдерінде әке шешелерін тастап кетіп жатырғандар күннен күнге көбейіп жатыр. Қарттар үй жетіспей жатыр. А бізде балабақша жетіспей жатыр. Керемет емес па бұл? А біз керемет халықпыз. Өйткені неге? Біз әкеміз бен шешелерімізді концерт болса жақсы жерден билет алып отырғызамыз. Той болса төрге отырғызамыз. Осы берекемізден айырмайық. Мереке құтты болсын.